Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге баялдыдан жасалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Алдымен бізге керекті заттар: баялды, қызанақ, сарымсақ, корейский сухари және жұмыртқа, майонез керек болады. Енді баялдыларымызды ұзынша етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Қаншалықты жіңішке етіп турасаңыздар, салат соншалықты өте дәмді, жақсы болып шығады, әдемі болып шығады. Енді жұмыртқамызға кішкене ғана тұз салып, жақсылап араластырып аламыз да үлкенірек қолайлы ыдысқа салып аламыз. Осы кезекте газдың астын жағып, баялдыларымызды қуыратын ыдысымызға майымызды құйып, қыздырып ала берсек болады. Жұмыртқамызды осындай үлкендеу қолайлы ыдысқа құйып алдым. Енді ең әуелі баялдымызды жұмыртқаға жақсылап малып, содан соң корейский сухариға екі бетінде жақсылап малып, өзімізге ыңғайлы ыдысқа жайғастырып аламыз. Тағы бір рет көрсете кетейін сіздерге. Бірінші жұмыртқаға жақсылап малып аламыз, содан соң корейский сухариға жақсылап малып аламыз. Корейский сухари базарда, дүкендерде, кез келген дүкендерден, базардан таба аласыздар. Корейский сухари деп сұрасаңыздар болады. Өте үлкен пакетте болады, көп кеден жетеді. Екі жағында жақсылап корейский сухариға малып дайындап аламыз. Енді біздің майымыз қызып дайын тұрды. Барлық баклажандарымызды салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Қатты қоңыр қызыл болып кетпеуі керек. Кішкене сарғыштау болса, сол жетеді. Екінші бетін аударып, осылай қуырып аламыз. Толықтай қуырылып болды, енді майдан аламыз. Енді осы жақта чеснокты алдын ала мен турап, майонезбен бірге араластырып қойдым. Сосын помидорларды осылай турап алдым алдын ала. Енді қазір рулетімізді ораймыз. Бұл жағы барлығына түсінікті деп ойлаймын. Сонда да көрсете кетейін. Осылай ішіне салмасын салып жағып, қызанақты қойып орап шығамыз. Дәл осылай видеода жасап шығасыздар. Өте дәмді, ерекше салат, өзіме қатты ұнайды, барлығына ұнайды деп ойлаймын. Дәл осылай жасап көріңіздер.
Дәл осылай видеодағыдай жасап шығасыздар. Өте дәмді салат болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.